Зилға ремонт болып жатыр бұйырса, иншалла. Мынау артындағы борты. Оған бұйырса мынау сеялканы арту үшін шынек салып осындай ремонт істеуіміз. Комбайнның шынегі сол бізде енесей деген болған бұрын. Енесейлер болған соң бұрын қалғаны. Ішінде шынегі бар. Яғни қолмен шелектеп артып атпай, оны шынекпен бұйырса артамыз ба деп ойлап отырмын. Алла насып етсе осы сеялкаға сеялка СКП-2-де бір. Бұрын бір жыл бұрын, енді былтыр мынау баспалдақтың үстіне, яғни шелекпен тұрып артатынбыз. КамАЗдың үстінде тұрып, яғни КамАЗдың бортына жолып бар, соған шелекпен құйып солай артатынбыз. Енді ол кішкене физически енді бір жағынан физическиге қатысты болғасын, оны осылай деп бұйырса істейін бе деген ойымыз бар. Мұна яғни зил жаңа көрсетілгендей, яғни оны техникамен бұйырса техниканың себепшілігімен жүргізіп, жұмыс кішкене жеңілдесін деген оймен, иншалла. Енді пассивке дайындық болып отыр бұйырса, Алла нәсіп етсе. Мына жерде шынек тараптама қойдық. Енді өлшеп сыймағандар да бар. Өлшеп сосын енді бұлай кетіп отыр бұйырса. Әлді жөндеу жұмыстары бар бұйырса. Мына кабинасын сырлап бұйырса, мына жерлерін ұстап бұйырса, ол видеоны алдағы уақытта түсіріп бөліскім келеді, иншалла. Мына енді іші тоже көптен мінілмегесін, енді керек жоқтарын алып, керектерін салып, Алланың қалауымен істедік, әрекет етіп. Сондықтан да каналға тіркеліңіздер, бұйырса алдағы уақытта түрлі видеолармен бөліскім келеді. Ауыл шаруашылық техникасына байланысты, алда пассив бұйырса соған байланысты видеолармен комментарий жазып қалдырсаңыздар болады.
Assalamu alaikum.